бәріміз орнымыздан тұрып, көңілімізді көтеріп алайық. Қане. Күнде жапырақ, айдай айрайлап, жұлдыздай жайнап, судай жастар күнінен бүгінгі сабақты бастайық. Жарайсыңдар, отыра балалар, біз өткен сабағымызға шоу жасап көрейік. Біз өткен сабағымызда түбір сөз және туынды сөз деген өтетін болғанбыз, Қане, түбір сөз дегеніміз не? Кім айтады? Ал, Бақберген айта ғой. Сөзім одан айтып бөлінбейтін бөлігі. Түбір сөз дегеніміз өте жақсы. Ал, шырмақ дегеніміз не? Кім айтады? Ардақ айта ғой. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны шырмақ дейді. Жарайсыңдар, сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны шырмақ дейді. Ал, балалар, туынды сөз дегеніміз не? Нұрайлым айта ғой. Түбір сөзге жинақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Өте жақсы. Балалар, міне өткен сабағымыздағы туынды түбір сөздерді жақсы меңгеріпсіңдер. Бүгін осы туынды сөз мен түбір сөз бен туынды сөзді ары қарай жалғастыру үшін жаттығулар орындау барысында және тақырыпты ашатын боламыз. Ал балалар, бүгін кітабымызды ашып 42-ші сабақ 18-ші жаттығуға қараймыз. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз түбір сөз және туынды сөз. Бүгінгі сабақта түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасауды, мәтіннен туынды сөздерді табатын боламыз. Ал балалар, қазір кітабымызды ашып 18-ші жаттығуға ұтымды жауап мәтініне қарайық. Қазір ұтымды жауап мәтініне кім оқиды? Ал Ардақ. Қой бақтым, енді оқиның таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жаушы болып, аздаған тиын-тебен табады. Ол ақшасына қағаз бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда Әбілхан Хастиев таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен. Жарайсыңдар. Ал балалар, осы мәтіннің авторы кім екен? Әміртай кім екен? Бөреев деген жазушымыз жазған екен. Ал мәтін кім туралы? Әбілхан Хастиев. Өте жақсы. Балалар, ал енді Әбілхан Хастиев кімге жалданып жалшы болды? Кім айтады? Кім айтты? Байларға. Олар байлардың несін бақты олар? Қойларын бағып, өзіне күн көрсі үшін, анасына көмектесу үшін, осылай ақша тауып өмір сүрді жас кезінде. Ол ақшаларына не сатып алды? Не сатып алды? Қағаз бояу. Қағаз, бояу сатып алды. Ал балалар, кім айтады? Әбілхан Хастиев кімге жалданып жұмысшы болды? Жалшы болып істеді. Кімге? Ардақ айта ғой. Байлардың қойын бағып ақша тауып. Иә, ол ақша тауып өзінің анасына көмектесті екен, балалар. Ол неше жасынан оқу іздеп Алматыға барды? Кім айтады? Айта ғой Ернұр. 25 жасында Алматыға барып білім алды. 25 жасында оқу іздеп. Енді қараңдар, ал балалар, мәтін Әбілхан атақты суретші Әбілхан Хастиев туралы екен. Енді біз қазір экранға қарап Әбілхан Хастиевтің кім екенін бейне жазбадан көретін боламыз. Хастиев туралы бейне жазбаны көрейік. Табиғаттың ғажайып өрнегін бала кезінен жүрегімен сезініп, жан сезімін ақ қағазға айшықтаған Әбілхан Хастиев дара дарынымен бекзат өнердің биік шыңын бағындырды.
халқының салт санасынан көлін, олан қайыр даласын табиғи күйінде көрген естеледі. Әмірхан Қастеев, сіз осы суреткерлікті қайдан үйрендіңіз дегенде, ешкінің үйдісіне таудың құлағынан, қойдың құлағынан үйрендім деген бір әлем бір сөзі бар. Әмірхан Қастеев 1904 жылы 1 қаңтарда қазіргі Алматы облысы Панфилов ауданы Шешін ауылында диқандықты кәсіп еткен қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Табиғаттың сан түрлі бояуын жадына Бүгінгі датаны жазып, сынып жұмыс түбір сөз және туынды сөз деп тақырыбымызды жазып, осы 18-ші жаттығудағы қазіргі Әбілхан Қастеев туралы жақсы оқып үйренді. Енді осы мәтіннің ішінен туынды сөздерді тауып жазатын болайық. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі шырайсында туынды сөз 18-ші жаттығу. Енді осы 18-ші жаттығудағы ұтымды жауап мәтіннен туынды сөздерді тауып дәптерімізге жазайық. Сөз құрамына талдап кетеміз. Жарайсын. Сөз құрамына талдаймыз. Жарайсын. Сөз балалар, келесі жаттығуымыз 19-ші жаттығу. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Қандай мақал берілген екен? Қаны оқышы, Дияр оқи қойш. Ілімді жазған ақылды шығар, ақылды Қаттан нақыл шығар. Балалар, осы қатесін түзеп, көркем етіп дәптерге жазатын болайық. Содан кейін осы мақалдың ішінен туынды сөзді тауып, сөз құрамына талдаймыз. 19-ші. Балалар, 19-ші жаттығуды жақсы орындап шықтық. Енді 20-ші жаттығуға қараңыз. 20-ші жаттығу өзі қызық болып берілді. Балалар, біз тақтадағы кітапқа қарап, тақтаға өзіміз топ-тобымыз болып орындайтын боламыз. Жарайсыңдар, кәдім. Балалар жаттығуларды орындап шаршаған боламыз. Онда орнымыздан тұрып, бір серігіп алайық. Енді 21-ші жаттығуға қараңдар. 21-ші жаттығудың өзі қызық екен. Біз оны экранға қараңдар. Қанша сөз есінде деген ойыны арқылы осы жаттығуды орындайтын боламыз. Оны қалай орындаймыз? Бірінші мен сендерге мына өлеңді жақсылап оқып беремін. Екінші бір оқушы дауыстап келіп оқиды. Содан кейін сендер көзбен оқисыңдар. Содан кейін мен бұл жаттығуды өшіріп қоямын, қол тапсырманы.
Содан кейін осы тапсырманың ішінде қанша туынды сөз бар екенін сендер тауып, қолдарындағы өшірілетін тақтаға жазатын боласыңдар. Жарайды ма? Теңізде балық аулап ойнаймыз. Кенші болып кен істеп, тауды барлап ойнаймыз. Құрылысшы, сәулетші, малшы болып ойнаймыз. Темір жолшы, жұмысшы, әнші болып ойнаймыз. Тыңдадық қой? Ал балалар, енді кім дауыстап оқиды? Бақ берген келіп оқи қой. Мұқият тыңдаймыз балалар. Кеме жасап теңізде балық аулап ойнаймыз. Кенші болып кен іздеп, тауды барлап ойнаймыз. Құрылысшы, сәулетші, малшы болып ойнаймыз. Темір жолшы, жұмысшы, әнші болып ойнаймыз. Жарайсың, отыра ғой. Ал балалар, мен оқыдым, 2 мәрте оқыған тыңдадым. Енді өздерің көзбен. 30 секунд беремін. Көзбен жақсылап оқимыз. Кәне. Даусымызды сәл шығарып оқысақ та болады. Есіңізде сақтаймыз. Туынды сөздерді тауып, қазір өшірген тақтаға жазып, көрсететін боламыз. Ал, міне 30 секунд өтті. Менен қанша туынды сөз бар екен. Есте сақтадыңдар ма? Ал енді өшірілетін тақтаға жақсылап жазып, сөз құрамына талдайық. Кәнекей, кім қанша сөз жазады екен? Сөз құрамына талдап кетеміз. Жарайсыңдар. Кәне, кім қанша сөз? Как көрсетейікші бір-бірімізге. Жарайсыңдар. Кім қанша сөз жазған? 1, 2, 8 сөз. Жарайсыңдар. Өте керемет. Міне сендер балалар, бүгін мәтіннің ішінен туынды сөздерді тауып, сөз құрамына жақсылап талдап үйрендіңдер, балалар. Сендердің қолдарында сұрақтар тұр. Соған иә, жоқ деп жауап белгі қоямыз. Мен сұрақты оқимын, сендер өздерің қойып, дұрыс жауабына белгі қойып қойыңдар. Ал кеттік. Қосымша 2-ге бөлінеді ме? Иә дегенге плюс ұрыңдар. Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі жұрнақ па? Жоқ. Түбірге жұрнақ жалғанғанда туынды сөз шығады ма? Иә. Түбірге жалғау жалғанғанда туынды сөз шығады ма? Жоқ. Ара сөзіне ның деген қосымша жалғанғанда туынды сөз шығады ма? Иә. Жоқ. Ара сөзіне ның деген қосымша. Жоқ. Мәне шатасы. Кәні? Жарайсыңдар. Белгілерін қойып шықтыңдар ма? Жарайсыңдар. Балалар енді осы парақшаның төбесіне жоғары жағына өздерің есімдерін жазып қойыңдар. Мен сабақтан соң қарап шығатын боламын. Мәтін берген соның ішінде туынды сөздерді тауып, бір сөйлем құрап жазатын болайық. Ал балалар бүгінгі бағалау парақшасын жинап алайын. Жарайсыңдар. Топ басшысы Балнұр өте жақсылап бағалап шықты. Ал Нұрайлым топ басшысы өте кәнеме қазір. Расул өте керемет. Балалар жарайсыңдар, бүгін барлықтарың тіпті 90%-ға жоғары балл беріпсің. Өте керемет, жарайсыңдар.